Тамаша, бәрекелді. Микрофон ұсынап, жақсылап жеңгесін сынайын, Мейрамбектің. Ал, тойған құтты болсын. Мен Мейрамбектің нағашы әпкесі боламын, жеңгесі емеспін. Бізде жеңгесі, міне, Күлайша жеңгесі сырға салатын болады. Қайырлы кеш, құрметті құдағилар, ата-ана, тума-туыс, бауырлардың рұқсатымен қыздарыңызды әппақ келін етіп өзімізге түсіріп алғалы отырмыз. Қазір ең алдымен қыздарыңызға сіздердің рұқсаттарыңызбен үкі тағатын боламыз. Ежелде бұл үкі тағу салты ертеректе болатын болған. Ол кезде алдын ала келіп қызды үкісін белгілеп, яғни үкілі қыз болса, ол демек оның еншісі бар, оның иесі бар деген сөзді білдіретін болған. Қазіргі уақытта білесіздер, жолы жақ, салт-дәстүрлер бір-бірімен байланыстыруға, бірлестіруге, біріктіруге сондай заман болды ғой өзі. Қазір бізде екі бірдей салт жүретін болады. Біріншісі ол үкі тағу рәсімі. Сіздердің рұқсаттарыңызбен қызымызға үкі тағу рәсімі. Үкілі келін ол құтты келін деген мағынаны береді. Киелі келін болсын деген тілегіміз бар. Анасы жүрген бұл жолымен, әжесі салған ізбенен, өмірдің мәні жұп болу мақсаты деген бұл қыздың. Ендеше алдымен сырға салу рәсімін бастайық. Құрметті бауырлары, туған-туыстары, сіздердің рұқсаттарыңызбен сырға салу рәсімін бастамас бұрын қызымызды ақ мамық көрпешеге отырғызатын боламыз. Неге біз ақ мамық көрпеге отырғызамыз десеңіздер, қызымыздың өмір жолы осы ақ мақтадай көрпедей жұмсақ болсын, өмірі жұмсақ болсын деген мағынаны білдіреді. Ал осы ақ көрпенің бетіндегі түрлі түсті оюлар секілді қызымыздың өмірі әдемі өрнектелсін деген мағынаны білдіреді. Кәне жеңгелері қызымызды әдемілеп ақ көрпемізге отырғызамыз. Ал енді жеңгесі осы жерде гауһар тастай таза болсын деген ниетпен гауһардан жасалынған және де алтындай жарқырасын деген мақсатпен ақ алтыннан жасалған алтын комплектімізді тағатын боламыз. Қошемет соғып, ардақтағайындар. Сүрінбе қызым, жылама қызым, әкеңдегі таңдормол молдау деумен тапсырдым сені құдама қызым, енді бізден бапше ақша сұрама қызым дейміз. Артына қарама, біз үшке дейін санаймыз, артына қарама. Алтын сырға тақтық, алтындай таза болсын деп, ақылды әрі бағалы, жайдары жарқын болсын деп, қазақтың қызы қашанда үлкеннен алған батасын, ибалы келін атанар, осынау салтым жасасын. Қызымыздың бақытты, баянды болсын, барған жерінде бақытты болсын, барлығына қуаныш сыйлайтын келін болсын. Құрметті құдағилар, осы біздің үкілеген балаларымыз, біздің үкілеген үмітімізді ақтасын деген тілек білдіргіміз келеді. Тура бір зак жүргізетін адамдар болады ғой, күшті, даусымыз да күшті келеді. Бәрекелді, алғыс білдіреміз. Құдалар қауымына келіндеріңіз құтты болсын дейміз.